Жалпы халықтық декларацияның бірінші кезеңі 6 күннен кейін басталады. Алғаш болып есеп тапсыратын тұлғалар да анықталып қойған. 2025 жылға еліміздегі барша ересек азаматтар мүлкін тіркеуге міндеттелетінін мен айтпасам да білесіздер. Әріптесім Айбек Қосан бұл шара жайлы егжей-тегжейлі мамандардан сұрап сюжет көрейік. Мемлекеттік қызметкерлер қорған және құқық саласында жүрген мамандардың жыл сайын декларация тапсыруы қалыпты нәрсеге айналған. Сондықтан бұл күрделі процесс емес дейді сот маманы Нұрсұлтан Кәрімов. Үйде отырып, өз компьютерін қолданып, e-post сайты арқылы электрондық цифрлық қолтаңбаны алып, ол қолтаңбаны мемлекеттік кірістер басқармасының сайтына кіріп, өз декларацияны толтырамын, өзім толтырамын. Декларация толтыру қиыншылық тудырмайды. Әрбір жазылған нәрсені әрбір қызметкер түсініп, өз қолда бар мәліметтерді сонда енгізіп, оны тапсырып жолдай алады. 2025 жылға қарай барша еліміздің ересек азаматтары бұл есеппен бетпе-бет келетіні анық. Салық кодексінде жалпыға бірдей декларациялауды 4 кезеңмен жүзеге асыру қарастырылған. Бірінші кезеңде 2021 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлер, яғни үкімет, парламент, барлық әкімдік мамандары, сот, прокуратура, полиция қызметкерлері мен осы санатқа теңестірілген тұлғалар мен олардың жұбайлары тапсырады. Екінші кезеңде 2023 жылдан бастап дәрігерлер мен мұғалімдер бастаған барлық бюджеттік сала қызметкерлері ұлттық компаниялардың мамандары мен олардың жұбайлары тапсырады. Үшінші кезеңде 2024 жылдан бастап жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің басшылары, құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлер мен олардың әйелдері есеп береді. Ал 2025 жылы қорытынды кезеңде елдің барлық азаматтары декларация тапсырушылар қатарына кіреді. Түсінікті. Мемлекеттік кіріс комитетінің мамандарына әңгімеге тарттық. Олар есеп беруді қағаз күйінде де электронды форматта да тапсыруға болатынын растады. Бірақ жыл сайын онлайн декларацияға ден қойылады екен. Алдағы уақытта бір мезетте 1 миллионға жуық, 1 миллионға дейін қолданушы бір мезетте қосыла алатындай етіп осылай жұмыстар жасалып жатыр. Және одан бөлек салық төлеуші комитетінен бөлек бізде тағы да басқа да қосымшалар бар. Үйден шықпай-ақ салық декларациясын тапсыруға болады. Сонымен қатар өзінің атында қандай мүлік бар, жер, көлік, немесе үй бар ма, немесе басқа да орынжайлар бар ма, солардың барлығын осы мобильді қосымша арқылы көріп, оны дұрыстауға болады. Дегенмен соңғы 2 жылда республикалық бюджеттен цифрлық Қазақстан жобасына 41 миллиард теңге бөлінгенін білеміз. Бірақ көктемде әлеуметтік төлем тағайындалғанда миллиардтаған жобаның жұрт күлкісіне қалғанын қалай ұмытайық? IT маман Бақтияр Сағымбаев жалпы халықтық декларацияның сәтті өтуі инфрақұрылымның дайын болуына байланысты деген пікірде. Серверлердің жалпы сондай қуаттылығын, мощность дейді ғой, күшейту, мамандарды дайындау және IT-дің инфраструктура дейді, енді инфрақұрылымын тағы да жаңартып, егер бұрыннан әлсіз болған жерлер болса, сол жерлерді қайта жаңарту кезеңін жасау керек. Осындай дайындықтарды күшейтсек, келесі рет бізде бұндай ақаулықтар болмайды. Ертелі кеш сіз бен біз осы есеп берумен бетпе-бет келеміз. Сондықтан жұрттың бұл үрдіске қатысты пікірін біліп көрдік. Үкімет сондай қабылдап жатырса, оны бізге зиян нәрсе істемейтін шығар деп ойлаймын. Дұрыс шығар. Сіз оны тапсыруға дайынсыз ба енді алдағы жылдарда? Мен дайынмын, артық затым жоқ менің. Біз қорықпаймыз ондайдан. Шын мәнінде жұмыс істейтін адамдарға ол ашық. Мен ойымша барлығына да осында декларация енгізсе, ол тек қана жақсылыққа келеді. Әрине дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол коррупцияны коррупцияға қарсы мероприятиялардың бірі деп ойлаймын. Парламенттің қос палатасы мақұлдап, мемлекет басшысы қол қойған сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңға өзгертулер мен толықтырулар 6 күннен кейін күшіне енеді. Бұл толықтыруларда белгіленген тұлғаларға бірқатар шектеулер қойылып отырғанын жемқорлыққа қарсы агенттік бүгін тағы бір еске салды. Егер мемлекеттік қызметкер шетелдік банктегі шотын жапқысы келмесе, өз еркімен қызметтен кетеді. Заңдағы өзгерісте бұл бар. Шетелдік банкте шот ашуға мемлекеттік қызметкерлерге, судьяларға және парламент депутаттарына шектеу қойылды. Қазір қызметте жүрген бұл санаттағы азаматтарға заң күшіне енген соң 6 ай уақыт беріледі. Осы уақытта шетелдегі есептерін жауып тастауы керек. Жаңадан қызметке тағайындалып жатқан азаматтарға да осыншама уақыт беріледі. 2025 жылға дейін жалпы халықтық декларацияны енгізудің түп мақсатында да осы шетелдік активтерді анықтау жатқаны байқалады. Яғни елден тыс жерде үйіңіз, көлігіңіз, инвестицияңыз, бағалы заттарыңыз болса, барлығын есепке тізесіз. Айнұр Сартаева сұхбат барысында азаматтардың ел ішіндегі мал мүлкі онсыз да есепте тұр дейді. Жылжымайтын мүлкі, көлігі туралы ақпарат бұл
уәкілетті мемлекеттік органдардан автоматты түрде бізге дерекқорлар арқылы автоматты түрде келіп түседі. Сол үшін біз жеке тұлғаларға мүмкіндігінше сол декларация толтыруға, яғни жеңілдік болсын деп солай ойластырылған декларацияның саны. Яғни бұл жерде байқап отырғаныңыздай, мына атап өткен мүліктер егер шетелде мүлкі болса, сол адамдар көбірек немқұрайды жаңағы. Егер шетелде дүниеңіз болса, көрсетесіз. Жоқ болса, есеп тапсырудың талабы оп-оңай болмақ. Мемлекет басшысы жемқорлықпен күресті күшейту керек деді. Яғни шетелге қаражат болып шығып, мүлікке айналған небір салымдарды осы жалпы халықтық декларация жария етеді деген сөз. Айбек Қосан, Маржан Бақыт, Ернар Сайлаубаев, Бас жаңалықтар.